Барлықтарыңызға сәлем. Келесі жаңа рецептпен бөлісемін. Қараңыздаршы, осындай жұмсақ, биік тортты үйдегі бар заттардан ешқандай миксерсіз, пешсіз осылай пісіретін боламыз. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызға 4 жұмыртқа саламыз. Осы жұмыртқаны бір қалыпқа келгенге дейін жақсылап араластырып аламыз. Енді осының үстіне 100 грамм шекер қосамыз да, шекер ерігенге дейін жақсылап венчикпен араластырамыз. Ешқандай миксердің қажеті жоқ. Осының үстіне сұйық май қосамыз. Мен барлығын граммдарын описаниеға жазып қалдырамын. Міндетті түрде қарап алыңыздар. Жылы сүт құямыз. Сүт міндетті түрде жылы болуы қажет. Сосын үстіне 10 грамм разлық литр саламыз. Яғни бір пачка. Оның үстіне 300 граммдай какао қосамыз. Какао мен ұнды міндетті түрде алдын ала електен өткізіп алыңыздар. Осылай енді барлығын жақсылап араластырып, қазір бір массаға келгенге дейін жақсылап араластырып аламыз. Қазір видео барысында сіздерге қандай сұйықтықта болу керектігін көрсетемін. Видеоны өткізбей, мұқият қараңыздар. Бір жасағаннан ұқсап шығатын өте оңай торттардың бірі. Мінекей қараңыздар. Осындай сұйықтау болып келеді. Енді осы дайын болған массаны қызып тұрған табада пісіріп алатын боламыз. Табамызды алдын ала қыздырып аламыз да, астын баяу отқа қойып, осылай май жағып отырып, бір немесе бір жарым ожау құйып отырып пісіріңіздер. Енді табаның үлкендігіне қарай саласыздар ғой. Мінекей. Бір ожау құйдым. Бетін жауып қойыңыздар міндетті түрде, сол кезде көтеріліп әдем болып шығады. Міне қараңыздар. Бірінші жағы піскендігі осылай бетіне шариктер шығып, осылай тесік-тесік болған кезде мына бірінші жақ пісті деген сөз. Келесі бетке ауыстырамыз осылай. Міне, бірінші коржигіміз дайын пісіп шықты. Міне осылай болып. Дәл осылай енді барлығын рет-ретімен пісіріп шығасыздар. Бір 5-6 коржик болып шығады. Егер бұдан да үлкендеу торт дайындаймын десеңіздер, үлкендігі табаларыңыз үлкен болатын болса, ол кезде сіздер қосатын қоспаларыңызды граммдарын көбейтіп, қосып жасай берсеңіздер болады. Бұл жерде қатып қалған грамм масса жоқ. Мінекей, көрдіңіздер ма? Бірінші жағы пісті, екінші жағын аударамыз. Осылай әдем болып пісіп шыға береді. Арасын көріңіздер ма? Блинчик секілді осылай. Аралар әдемі болып, барлығы тегіс пісіп шығады, уайымдамаңыздар. Осылай менде 6 коржик болып пісіп шықты. Қараңыздаршы, міне, биіктігі, қалыңдығы осындай болып шығады. Енді осы коржиктарымызды қазір крем жағып теретін боламыз. Ең алдымен біз кремге 25%-ық қаймақ қажет болады. 400 граммдай, оған 3 ас қасықта сгущенка қосамыз. Қойытылған сүт. Венчиктің қажеті жоқ. Дәл осы лопатамызбен жақсылап араластырып жібереміз. Осымен крем дайын. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Мен коржиктерге осылай сүт қолдандым. Сүтті осылай щеткамен жұқалап жағып шықты. Енді бұл өздеріңіз қалауларыңызша, бұл міндетті емес. Енді коржиктарымыз жұмсақ, ауызда еритінде болсын деп осылай сүтті қолдандым. Сосын үстінен крем жағып шығамыз. Осылай коржиктерді барлығын бірінен кейін бірін дәл осылай етіп қайталап торттарымызды жинап шығамыз.
Міне тортымызды жинап алдық. Дәл осылай кремдердің барлығын жағып болған соң, енді осыны холодильникке 1 сағатқа қалдырамыз да. 1 сағаттан кейін алып, осылай бетіне шоколад немесе өздеріңіз қалағандай етіп сәндесеңіздер болады. Мен осылай какаоны бір тегіс етіп сеуіп шықтым да, үстіне жүзімдерді осылай орналастырып шықтым. Кез келген жемістерді қолдансаңыздар болады. Міне тортымыз кесілуін байқасаңыздар, осындай жұп-жұмсақ болып шығады. Мінекей, ас болсын.